Ақтауда абысын ажын байқауы өтті. Ұлттық салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды насихаттауға бағытталған сайысқа 50-ден астам келін бақ сынады. Байқау шарты бойынша бір әулеттің бірнеше келіні қатысу керек. Этнография, қолөнер және шығармашылық тақырыптары бойынша өнерлерін ортаға салған келіндердің сахнадағы жүріс-тұрысы, іс-қимылына да қазылар алқасы баға берді. Қала аудандардан келген абысын ажындардың ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарымыз бен әдет ғұрпты дәріптеу жағы да ескерілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша аталмыш байқау ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға бағытталған. Бүгін бізде Ақтауда үлкен мереке, дәстүрлі түрде абысын ажын байқауы 4-ші рет өтіп жатыр. Осы Маңғыстау аудандары және екі қала бойынша өтеді. Және осы конкурста бас жүлде алғандар республикалық бәйгеге қатысады. Осы үшіншісінде 3 кезекті республикалық бәйгеде біздің келіндеріміз бас жүлде және бірінші орынды бермей келе жатыр. Оның сыры неде десеңіз, біздің Маңғыстауда қазақтың салт дәстүрі, қазақтың сән өнері, барлық өнердің барлығын тоғыстырған.